Экран көрінді ма? Көрінді. Жақсы. Міне, Canva деген жерге кіреміз. Canvaға кіреміз. Canvaға кіреміз, міне. Тіркелесіздер, зарегистрироваться деп тұрады, соған басып тіркелесіздер. Зарегистрироваться. Сосын создайте или войдите в другую учетную запись деген кнопканы басып, продолжить с электронным адресом деген болады. Егер Google-да болсаңыздар, Google арқылы кіре бересіздер. Мына жерге электронный почтаңызды жазасыз, продолжить дейсіз, имяңызды жазасыз, есіміңізді жазып, создайте учетную запись деген кнопканы басасыз. Сосын почтаңызға код келеді, сол кодты мына жерге жазасыз. Кодты жазғаннан кейін продолжить дейсіз. Енді менде учетный запись болғандықтан мен осылай бірден Google арқылы кіре саламын. Войти через Google деп. Продолжить. Міне, Canva-ның беті осындай. Өте жақсы сайт, түрлі презентацияның дайын шаблондары бар, әдемі презентация жасауға ыңғайлы. Инстаграм суреттерін жасасаңыздар да болады мына жерде міне. Ваша история дейді, дайын шаблондар береді. Соның ішіне өзіңіздің данныйларыңызды енгізіп, қолдана бересіз. Публикация Facebook, видео, логотип, документ, резюме жасауға болады. Плакат, мобильный видео дейді. Сосын жасаған дүниелеріңіз барлығы осы жерде сақталып тұрады міне. Енді біз презентация жасайық. Міне, презентация деген жерді таңдаймыз. Міне, что вы создадите сегодня деп тұр. Для вас, докс, интерактивная презентация, соцсети и так далее. Міне, презентацияға басайық. Қараңыздар, презентацияның өзінің форматтары әртүрлі. Мына жерде 16:9 стандартный размер 16:9 таңдаймыз. Және сізге сол жақтан түрлі дайын шаблондар береді. Дайын өзі бір тақырыппен байланысты, бір фон барлығы бір тематикада болады. Кез келген біреуін таңдайық. Мысалы, мынаны таңдасақ, қараңыздар. Мынаның ішінде өзі 11 бет. Применить 11 страниц дейміз. Енді осы жерге ауыстырып жаза бересіздер өздеріңіздің тақырыптарыңызды. Биология. Мына жерге жазуға болады, немесе алып тастауға болады. Мына жерге бір ақпарат енгізе аласыз, мысалы, презентация авторы деп ат жөніңізді жазсаңыз болады. Кәдімгі жасайтын презентация сияқты, мына жерде барлық панель инструменті толып тұр. Шрифтін өзгерте аласыз, үлкейтесіз, кішірейтесіз. Сосын мына жерде шрифтің типін таңдауға болады, міне. Қараңыздар, неше түрлі әдемі шрифттар бар. Коронаның суреті тұрған значоктар, ол платный шрифттар, платный. Біз одан басқасын, коронаның значогы жоқ шрифтті таңдаймыз. Міне, қараңыздар, ауысты. Енді жирный жасауға болады, не жирный, курсив, подчеркнутый, мынандай сызылып тұрған жасауға болады тағы да. Сосын расстояние между строками дейді. Жолдар бар ғой, қазір мен көрейін. Биология, жасуша деп жаза салайық. Осы екі сөздің, бірінің астына бірі жазылған екі сөздің интервалын үлкейтіп, немесе кішірейте аласыздар, қараңыздар. Бұл кәдімгі PowerPoint-тан қарағанда мүмкіндіктері көбірек, сосын әдемірек. Межбуквенный интервал, жазудың әріптердің арасын өзі созып, кішірейтуге болады, қараңыздар. Енді эффекті түрлі әдемі етіп жасауға болады. Көлеңкесін қоюға, немесе шетінде рамкасын, жазудың рамкасын қоюға, тағы басқа. Мұна өзі тақырыбымызға сай келіп тұр. Суреттердің барлығын, кішкентай детальдардың барлығын ауыстыруға болады, өзгертуге, кішірейтуге, үлкейтуге және тағы басқа. Мысалы, енді элементі деген жерде стрелкалар, дөңгелектер, түрлі қоюға болатын дүниелер бар, таблицалар. Текстің өзінің міне түрлері бар. Тақырыптың астындағы негізгі текст бәрінің шаблонын әдемі етіп келтіріп береді. Әрі қарай проекты. Бұл дайын проектлер, приложение. Фигураға кірсеңіздер, міне әрбіреуін жеке басып ішіне кірсеңіздер, түрлі фигуралар шығады. Генератор изображения на основе ИИ.
мына жерде искусственный интеллект бар канваның ішінде. Суретті қандай етіп таңдайсыз, соны сізге жасап береді. Міне жасап береді. Бұл, так, мысалы, мына жерде клетка животных дейік. Көрейік. Клетка животных. Клетка животных. Қазір бізге клетка животных туралы сурет істеп береді искусственный интеллект. Изображениясында, видеосында жасайды. Бұл кішкене түсінім келмей тұр екен. Клетка животных десе, животный в клетке шығарып берді. Осындай жоқ, Google-дан ерекше суреттер жасағыларыңыз келсе, осының канваның осы искусственный интеллектісін қолдансаңыздар болады. Көбіне андай жалпылама суреттерді жасайтын негізі. Ғылыми бағытта суретке жоқ екен бұл искусственный интеллект түсіне қоймайды. Осы міне бірінші слайдты жасадық, келесі екінші слайд. Мына жерде мынаның барлығын өзгертіп, ауыстырып, жасай бересіздер. Екінші, үшінші, төртінші. Керек емес слайд болса, үстінен басасыздар да удалить дейсіз. Удалить одну страницу. Удалить одну страницу дейсіз. Осылай өшіріп, қалаған бетіңіз, егер басқа бет қосыңыз келсе, добавить страницу деп жасайсыз. Енді әбден жасап, қатесін тексеріп болғаннан кейін поделиться деген кнопканы басамыз. Міне, поделиться. Сосын скачать деген кнопканы басамыз. Қай беттерді сіз жүктегіңіз келеді, мына жерден бетін таңдайсыз. Барлығы керек болса, все страницы. Сосын PDF форматта жүктей аласыз. Бұны PDF түрінде осы мынаның үстіне басып. Немесе картинка түрінде. Енді біз слайд жасағандықтан бізге картинка керек. Міне PNG-ді таңдаймыз. PNG. Скачать. Жүктеп алғаннан кейін оны кәдімгі өзіміздің PowerPoint-ға қоя саламыз. Қазір қалай қоятынын көрсетемін. Міне жүктелді. Рабочий столды таңдаймыз. Биология деп тұр, сохранить. Бұлар жеке-жеке картинка болып сақталды. Егер ыңғайлы болса, PDF форматта да сақтай аласыз. Так, биология қайда? Міне биология. Мынау архивная папка болғандықтан, бұны кәдімгі простой папкаға көшіріп аламыз. Создать папку. Canva суреттейік. Осында әкеп көшіреміз. Міне қараңыздар, жеке-жеке сурет болып барлығы сақталды. Есесіне қандай әдемі презентация болып шығады. Енді бұны PowerPoint-қа қалай қоямыз. Создать. Презентация PowerPoint дейміз. Создать слайд деген жерде пустой слайд ашамыз. Міне, пустой бірінші слайд ашамыз. Сосын бірінші слайдқа барып, микрофонды өшіріп тастаңыздар, әріптестер. Кімнің бөпесі сөйлеп жатыр? Міне, пустой слайдқа барғаннан кейін, оны былай копировать етіп әкеп қоя салмаңыздар. Орнынан жылжып кетсе, тағы басқа ыңғайсыз болады. Міне, көрдіңіздер ме? Жылжып көшіп жүр. Былай жасаймыз. Слайд аштық қой. Сосын мышканың оң жағын басып, формат фона дегенді таңдаймыз. Формат фона дегенде рисунок или текстураны таңдаймыз да, вставить источник изображения деген жерде вставить деген кнопка бар. Из файланы таңдаймыз. Рабочий столға барып, жаңағы біздің папкамызды ашамыз. Так, Canva сурет. Бірінші суретті аламыз. Болды, ол қойылды, көшпейді. Міне қараңыз, ол фон болып қатып қалды. Мына презентация ішінде ауыспайды, орны жылжымайды. Мына жерге тағы үстінен қосымша материал қоса берсеңіздер болады. Надпись болсын, сурет болсын, тағы басқа нәрсені қоса береміз. Немесе, так, екінші бетінде дәл солай. Екінші бетке ауысамыз, рисунокты таңдаймыз, вставить из файла. Міне екіншісін таңдаймыз. Дәл осылай барлығын қойып шығамыз. Қойғаннан кейін қараңыздар, презентацияның ішінде анимация, переходы бар. Өте жақсы нәрсе. Переходыды бірінші слайдтан екіншісіне ауысқан кезде ерекше етіп ауыстырады. Мысалы, ветерді таңдадық, пока слайдыпқа қойып, екіншісіне ауыстырсақ, тура сондай переход болады. Мына екіншісіне қазір бір переход қойық. Енді пока слайдыпқа барайық. Қараңыздар. Осында ерекше болып ауысады слайд. Енді, егер сіз презентацияны жазуын мүмкін өңдеп өзгертетін шығармын презентацияның ішінде дейтін болсаңыз, фон жасап алсаңыз болады. Дайын фондар Canva-мен жасап, міне, бір шаблон таңдап осындай. Пустой жазуға орынды қалдырып қоясыз.
Шынымен де әдемі фон екен, иә. Тақырыбыңыз қандай, сол тақырыпқа байланысты бірнеше суреттер қойып қойсаңыз болады. Осындай фондар таңдап. Мына жерге мысалы мына суретті алып тастап, біз жасушаға байланысты презентация жасап жатсақ, жасушаның суретін тауып аламыз. Интернеттен, Google'дан қараймыз жасушаның суретін. Міне, осы сурет бізге керек. Копировать картинку дейміз да. Тура осы жерде компьютерға сақтамайсыз, тура осы ашылған жерден копировать картинку дейсіз де, мына жерге мышканың оң жағын басып вставить деп қоя қоясыз. Сосын осында алып келсеңіз, мына сурет тұр ғой, картинка. Осының үстіне былай ақырын жылжытсаңыз өзі формасымен келе қалады. Осылай сақтап қойыңыз, сосын ар жақта PowerPoint-ға фонды қойып қойғаннан кейін осының үстіне жазуларын жаза бересіздер. Дәл осылай міне. Мына жердегі суреттерді ауыстырып, өзіңіздің тақырыбыңызға қатысты жаңағы көрсеткен жол бойынша жазулардың бәрін удалить етіп, мынаны удалить етіп тастайсыз да. Удалить. Міне, бәрін удалить етіп, тек құр фон ғана қалдырасыз. Басайық. Копировать картинку дейміз. Осының ішіне әкеліп қоямыз. Міне. Жылжытып апарсаңыз, мына суреттің қасына өзі суреттің формасын алады. Екінші бір жасушаны алайық. Немесе жасушаның органеллалар қоюға болады, иә, солар туралы презентация жасайтын болсақ. Ядро. Міне, ядро клетки. Копировать. Мына жерге қоямыз да, суреттің үстіне ядро келді. Лизосоманы алайық. Лизосома. Копировать. Вставить. Лизосома келді. Енді мына былай жылжытып апарсаңыз, суреттің ішіне қара қойды. Тағы не митохондрияны алайық. Митохондрия. Копировать картинку дейміз. Мына жерге, сол жерге, кез келген жерге қойып аламыз да, мына картинканың үстіне қоя қоямыз. Болды, осындай фондар жасап аламыз. Мынаның ішіндегі қате жасап қойсаңыздар, жоғарыда назад деген бар, соны басасыз. Мынаның ішіндегі жазуды да өшіріп, өзімізге основной фон етіп жасап аламыз. Осы беттерде жасасаңыздар болады. Енді осыны поделиться деп сақтаймыз, скачать. Тип файла деген жерде міндетті түрде мынау JPG деген немесе PNG-ді таңдайсыздар. Қайсын таңдасаңыздар да маңызды емес, суреттің форматтары екеуі. Жүктеліп жатыр. Жүктеліп болды. Рабочий стол таңдаймыз. Биология 1 деп сақталды архивіне. Енді мына бетті сворачивать етеміз. Тауып алайық. Биология, мынау биология 1 болды, е? Міне биология 1. Суреттерін копировать етіп, осы жерге әкеліп қояйық. Міне суреттер қойылды. Архивті жауып тастаймыз, ол керек жоқ. Енді қараңыздар, мына жерге фон қоямыз. Пустой слайд жасап алдық қой, мышканың оң жағын басамыз да, формат фона дегенді таңдаймыз. Осындай окошканың ішінде рисунок, текстура, вставить дейміз. Из файла. Сосын қай папкада біздің жаңағы суреттеріміз, сол папка тауып аламыз мына жақтан. Міне қараңыздар, осындай фон болып шыға келді. Барлығына фон қойып шығамыз да, өзімізге керек ақпаратты осы уже PowerPoint-тың ішінде сақтап жасай береміз. PowerPoint-тың ішінде. Естественно, оны кейін өзгертуге, басқаша жасауға болады жазуларын. Міне, оны өшіріп тастайық. Биология жасуша дедік, мына жерге вставка текст қойып, уже текстпен өзіміздің ақпаратымызды енгізіп жаза береміз. Бұл жерге суреттерді қойсақ болады. Так, мына жерге де вставка, суретімізді, заголовок және тағы басқа дүниелерді қоя бересіздер. Енді презентацияда вставка деген жерде Smart Art деген бар. Осы Smart Art таңдасаңыз, түрлі сызбалар бар, дайын сызбалар. Осыларды қолдансаңыз да презентацияңыз әдемі болады. Мысалы, иерархия. Таңдайық. Міне қараңыздар. Мына біреуін артығын алып тастауға болады. Осылай белгілейсіз, мышканың оң жағын басып. Удалить деген жоқ, е? Қане, удалить. Жоқ болса, үстінен басасыз да, делетті басасыз. Міне кетіп қалды. Мына жерге бір органикалық заттар, үш түрі бар.
көмірсулар, нәруыздар, майлар деген сияқты. Нәруыздар, майлар. Енді осыны түсін өзгертуге болады. Мынау сыртқы осындай шетіндегі рамка шығады ғой, суреттер осындай шыққан кезде, үстінен шеккен кезде конструктор смарт арт дегенге барамыз да изменить цвета дейміз. Міне түсі ауысты. Әртүрлі етіп, әдемі көрнекі етіп түсін ауыстыруға болады. Сосын формасы, түпбұрыштардың формасы қараңыздар ауысады. Көлеңкесі, жарықтың түсуі деген сияқты өзгешеліктер пайда болады. Қараңыздар. 3 объекті болды, иә? Сонымен қатар бұл PowerPoint-та вставка деген жерде 3 объектілер. Осы PowerPoint-тың ішінде де бар, міне трехмерный модели деген жерді таңдасаңыздар, вставка трехмерной модели. Это устройство. Жоқ, емес. Трехмерный модели үстін өзінен басасыз, стрелкасынан емес, жазудың үстінен. Міне осы жерде түрлі қараңыздар. Анимированные животные бар, обучение, химия, анатомия бар. Бізге биологияға қатысты біраз дүниелер бар. Биология дейді, жеке тақырып бар екен. Кәдімгі презентацияның ішіндегі объектілер бұның барлығы. Осының өзін қолдансаңыз, уже презентацияңыз кішкене ерекше, көркем болып тұрады. Мысалы, сын тақырып, түс туралы өтіп жатсыз, үстінен шертесіз, вставить дейсіз. Бізде көмірсулар екен. Қоя береге. Қараңыздар енді. Мынаның үстінен бассаңыз. Так, толық жүктелмеді. Айналу керек, негізі айналмай тұр. Так, басқа объектіні көрейік. Вставка, трехмерные модели. Так, анатомияны көрейік ал. Өкпе. Өкпені таңдайық. Өкпенің бөлшектерін жеке-жеке көрсетіп жатыр. Кейбір мынау үш өлшемді модельдер айналады. Мынау стрелка тұр ғой, осыны бассаңыз. Интернеттен ба, айналмай тұр. Қозғалыста болып тұрады. Ставлю көрейік. Анимированный животные көрейікші. Балықтар. Интернеттен болса керек. Ұзақ жүктеліп жатыр. Міне қараңыздар, міне балықтар қозғалып тұр. Интернет шамалы сияқты, сол бәрімізде қоса алмай отыр, көп айналып отыр. Сондай сияқты, иә. Бұл өзі кішкене ойланып ашылады негізінен, бұның өзі трехмерный. Интернет шамалы болса тіптен ұзақ ашылады. Міне балықтар қозғалып тұр, қараңыздар. 7-ші сыныпқа өткен кезде жануарлардың қозғалысы деген. Басындағы ненмен әлі отырмын жүктеп. Бірінші көрсеткеніңізбен. Аспай дестеп атамыз. Жазуларды әзір кетіріп отырмын, күтіп. Маған жете алмай отырмын. Жеткенше асығып отырмын осыны. Көрейінші деп па, не бар екен деп? Міне биологияның керектігі не бар? Асығыз. Мынау жүйке жүйесі. Көрейік. Так, міне жүйке жүйесі келді. Бұл жай трехмерный объект. Бұл айналмайды, өйткені ортасында бағдаршалар жоқ, е. Мынаның жай суретін жаңағы тақырыпқа байланысты қой. Жүйке жүйесі ме? Жоқ, бұл басқа нәрсе, е. Айналмайды болды. Міне айналды. Ұстап алып жылжытуға болады екен ғой. Міне жүйке жүйесі қараңыздар. 3 объект. Мынау стрелка тұр ғой, осындай стрелка шығады, соны ұстап алып, мышкамен басып тұрып былай айналдырсаңыз, түрлі жаңағы айналады екен ғой. Алдын, артын, оң, солын бәрін топтауға болады. Осы өзіңіз таңдайсыз да, қай бейнесін қою керек екен. Сосын үлкейтіп, кішірейтуге де болады. Осылай әдемі етіп, көрнекі етіп презентация жасай аласыздар. Сосын жаңа переходы көрсеттім ғой, е? Переходы қойсаңыздар, вставка. Так, переходы. Случайные. Фигура бар. Өте әдемі, қараңыздар қалай. Бірінші презентациядан екіншісіне ауысудың әдістері. Осыны қойып қойсаңыз, показ слайдқа қойсаңыз, осылай ауысып тұрады. Занавес міне. Штора дейді.
осылай падение мына бет құлап қалғандай болады да екінші бет ашылады. Вспышка деген бар. Міне осындай қарапайым ғана элементтерді қосу арқылы өзіңіздің презентацияңызды ерекше етіп жасай аласыз. Canva бойынша сұрақтарыңыз бар ма? Canvaға тіркеле алдыңыздар ма? Үйреніп кеткенше сұрақ туындайтын болады бізде, бірінші қарап алып не істемесек. Иә, группаға жазып отырыңыздар. Группаға жауап беріп отырамыз. Әбден сабаққа презентация жасап көріңіздер. Жай ненің Canva болмаса да, мынау слайдтың өзінде де осы трехмерный модельді қолдану арқылы кішкене болса да бір ерекше элемент қоса аласыздар. Сосын мынандай не бар, обрезать фон онлайн десеңіздер, обрезать фон онлайн деп жазсаңыздар, осындай сайттар шығады. Бірінші сайтқа кіресіз. Мына суреттер болады ғой, кейде бір суретті аласыз, бірақ оның кейде оның арт жағындағы фон керек жоқ болады бізге, иә, қараңыздар. Мысалы, мына қасқырды алайық, мынау мынаны алайық, иә. Артында мына ағаш, қар керек жоқ, бізге қасқырдың өзі ғана керек болып тұрса, оны сохранить етіп аламыз. Жаңағы суреттің өзі ғана керек болған кезде оны кесіп ала алмайсыз ғой. Осындай удалить фон онлайн деген сайтқа кіріп, загрузить изображение дейсіздер. Рабочий столды таңдап, осы қасқырды аласыз да, PNG сурет жасайсыз ғой. Не қараңыз. Құр қасқырдың өзі қалды. Осыны скачать етіп алып, презентацияңызға қойсаңыз, артындағы фонсыз қойсаңыз, презентацияның бір бөлшегі сияқты болып тұрады ол. Қазір алып қояйық. Фонын алып тастадық. Копировать етіп, презентацияға қояйық. Мына жерге ставить. Міне қараңыздар. Осылай болған әдемі, әлде копировать. Әлде мынандай болған әдемі. Міне. Мына қасқырдың өзі тұрса, оригинальный көрінеді, иә? Тура өзінің презентацияның бір бөлшегі сияқты. Мына сурет сырттан әкеп қойған сурет екені көрініп тұр. Осылай фонын алып тастап, артындағы міне обрезать фон онлайн деп алып тастап, кез келген биологиялық объектіні суретті қойсаңыз, да слайдыңыз сәл өзгешелеу болады, әдемірек болады.